Сәлем балақай. Каналда кездескеніме өте қуаныштымын. Бүгін біздер математика пәнінен 67-ші сабақ есеп деген тақырыппен танысамыз және тапсырмаларын бірге орындайтын боламыз. Оқулықты ашып, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Сырым мен Әлия ұшақпен саяхатқа шығуға жиналды. Олар әуежайдағы ұшақтарды бақылап, оларды санады. Ұшу алаңында 6 ұшақ тұр. 2 ұшақ келіп қонды. Келесі Сырым сұрақ қойды. Неше ұшақ болды? Енді біздер алдымен есептің бөліктерімен танысып алайық. Есептің бөліктерді төртеу. Ең алдымен есептің шарты, яғни ұшу алаңында 6 ұшақ тұр, 2 ұшақ келіп қонды. Бұл есептің шарты. Келесі есептің сұрағы болады. Не нәрсені табуымыз керек? Соны сұрап тұрады. Неше ұшақ болды? Одан кейін оны шешуі болады. Біздер ол жерде неше ұшақ болғандығын табамыз. Және есептің жауабы болады. Бұл мысалда неше ұшақ болды деп сұрап тұр бізден. Оны табу үшін 6-ға 2-ні қосамыз. Сонда барлығы 8. Есептің жауабы 8 ұшақ болды. Бұл жерде қысқаша жазылуы. Тұрды 6 ұшақ. Алты ұшақ қонды 2 ұшақ. Келесі болды белгісіз. Бұл болды деген сұрағы. Біздер мәнін табу үшін 6-ға қосамыз 2-ні. Тең болады 8. Жауабы 8 ұшақ. Келесі ереже. Есептің берілуін қысқаша жазуға немесе сұлбасын салуға болады. Бұл қысқаша жазылуы, бұл сұлбасы. Бұлардың көмегімен біз есепті оңай шығара аламыз. Келесі екінші тапсырма есепті оқы, есептің қысқаша жазылуы мен сұлбасын түсіндір. Ұшақта 70 адам болды. Ұшақтан 30 адам шықты. Неше адам қалды? Бұл қысқаша жазылуы. Болды 70 адам, шықты 30 адам, қалды белгісіз адам. Бұл жерде есептің шарты, бұл сұрағы. Енді біздер есептің шешуін тауып көрейік. Оны табу үшін біздер не істейміз? Қалған адам санын табу үшін 70-тен 30-ды азайтамыз. 70 азайту 30 тең 40-қа. Жауабы 40 адам. Келесі бұл жерде есептің қысқаша сызбасы. Келесі үшінші тапсырма. Қысқаша жазылу бойынша есептер құрастыр, оларды шығар. Бұл есептің шарты болды. 100 билет сатылды, 70 билет қалды, белгісіз билет. Кәне шығарайық. Шешуі. Біздер қанша қалғанын білу үшін барлығы 100 билеттен азайтамыз. 70 билетті тең болады 30 билет. Жауабы қалды 30 билет қалды. Келесі ә есеп. Отырды 70 адам, келді 20 адам, барлығы қанша адам болды? Оны табу үшін біздер 70-ке 20-ны қосамыз. Бұл есептің шешуі. 70 қосылған 20 тең болады 90. Жауабы 90 адам. Келесі неше сағат өтті? Бірінші сағатта 3-ті көрсетіп тұр. Біраздан кейін сағат 5 болған. Яғни бұл екеуінің арасында 2 сағат өтті. Оны қалай табамыз? 5-тен азайтамыз 3-ті тең болады 2.
5-тен азайттық 3-ті. Келесі сағат 8 болған. Бұл 2 сағаттың арасында өткен уақытты табу үшін 8-ден азайтамыз 5-ті, тең болады 3-ке. Сонда бұл 2 сағат арасында 3 сағат өтті. Бүгінгі тапсырмалар оңай әрі түсінікті болды деген ойдамын. Келесі сабақта кездескенше.